Елімізде жыл сайын 15 мыңнан астам үлескер үй аламын деп сан соғып қалады. Енді олардың саны әжептәуір азаяды. Себебі үлестік құрылыстың қаншалықты заңды екенін онлайн тексеріп беретін жаңа жүйе іске қосылды. Бұл туралы өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мәлімдеді. Қазақстандықтар әркімге бір жалтақтамай, жаңадан салынып жатқан құрылысқа әкімдіктің рұқсаты мен кепілдік барын бірден сол порталдан анықтай алады. Бұл процесс GovMobile қосымшасы арқылы жүзеге асады. Қазақстан тұрғын үй компаниясының дерегінше, былтыр елдегі құрылыс нысандарының 67% заңсыз болып шыққан. Ал жаңа қызмет мәмілелердің ашықтығын арттырып, алаяқтық тәуекелдерін азайтады дейді. Этот сервис уже доступен на сегодня, то есть любой гражданин может зайти в приложение GovMobile, нажав на главной странице, перейдя в раздел «Другие сервисы», может найти ссылку на жилищный портал, пройти по ней, где сразу может ознакомиться с законными объектами долевого строительства в том или ином регионе. Более того, в жилищном портале также приведена информация об объектах, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков. Данная информация предоставляется местными исполнительными органами.